Қайырлы күн. Бүгінгі тақырып кәсіптік аурулар. Пневмокониоздар. Пневмон өкпе, кония шаң латыншадан аударғанда сонда шаң тозаңдарының әсерінен дамитын өкпе аурулары. Пневмокониоз деген аталымды 1867 жылы Ценкер ұсынған. Өндірістік шаң тозаңдар деп өндірістік үдерісте түзілген қатты заттардың ауада азды көпті уақыт қалықтай алатын өте ұсақ бөлшектері аталады. Шаңдар бейорганикалық және органикалық топқа бөлінеді. Бейорганикалық топқа кварц құрамында 97-99% кремнийдің еркін қос тотығы болады. Силикат, металл шаңдары. Ал органикалық топқа өсімдіктер ұн, ағаш, мақта, темекі мен жануарлық жүн, тері, шаш шаңдар жатады. Көбінесе аралас шаңдар кездеседі. Мысалы, таз көмір шаңына кварц пен силикат араласуы, көмір кенінің шаңында темір мен кварц шаңы болуы мүмкін. Өнеркәсіптік шаңдар көлеміне қарай көзге көрінетін 10 микрометрден астам микроскоптық көлденең ені 0,125-10 микрометрдей және ультрамикроскоптық көлденеңі 0,125 микрометрден кем, яғни электронды микроскоппен ғана көрінетін түрлерге жіктеледі. Бұлардың ішінде ең қауіптісі мөлшері 5 микрометрден кем шаңдар. Олар өкпеге терең жайылады. Шаңның пішіні мен консистенциясы және тіндегі сұйықтықты ерігіштігі де өзара әсер етеді. Өткір қырлы тозаң тыныс жолының кілегей қабықшасын жарақаттайды. Ал жануарлар мен өсімдіктер шаңдары созылмалы ринит, ларингит, трахеит, бронхит, пневмония туындатады. Шаң ерісе, тітіркендіргіш, улы әсерлі және тінге кеселді, гистопатогенді. Химиялық қосындылар түзіліп, өкпеде талшықты дәнекер тін көбейеді, яғни склероз, пневмосклероз дамиды. Классификациясы. Пневмокониоздар жіктеледі. Силикоз, силикатоз, металлкониоздар, карбокониоздар, аралас шаңдық пневмокониоздар мен органикалық тозаң пневмокониоздары деп. Силикоз, силициум, латынша кремний немесе халикоз, халикс ізбестасы. Құрамына еркін кремний қос тотығы араласқан шаңның өкпеге ұзақ мерзімді әсерінен дамитын ауру. Құрамында еркін кремний қос тотығы жоқ, бірақ оның басқа элементтермен түзілген тұздары силикаттар араласқан шаңның дамитын аурулары силикатоздар деп аталады. Патогенезі. Силикоздың табу негізі қазір шаң тінмен әрекеттескенде туындайтын химиялық, физикалық және иммундық үдерістер тұрғысынан пайымдалады. Дегенмен механикалық фактордың әсері жоққа шығарылмайды. Уытты әсерлі химиялық теория бойынша кремний қос тотығының кристалдары тіндегі сұйықтыққа баяу еріп, кремний қышқылының коллоидтық ерітіндісі түзіліп, тіндерді зақымдап, фиброз өрістетеді. Бірақ бұл теория силикоз кезінде дәнекер тінді көбейтетін күрделі механизмге толық түсінік бере алмайды. Физика-химиялық теория. Кристалдық тор зақымдалғанда кварц бөлшегі мен тіннің арасындағы химиялық реакцияға қолайлы жағдай туып, ол реакция үдей түседі. Ал кварц баяу ерсе, жоғары полимерлі кремний қышқылы түзіліп, оның уытты әсерінен дәнекер тін көбейе түседі. Кремний қышқылы глюкозамин гликандар тәрізді әрекеттесіп, коллаген талшықтарының құрамына да кіреді. Иммунологиялық теория бойынша кремний қос тотығының әсерінен тіндер мен жасушалар зақымдалғанда аутоантигендер пайда болып, организм аутоиммунданады. Антигендер мен антиденелер әрекеттескенде түзілген иммундық кешендер өкпедегі дәнекер тінге патогенді әсер етіп, ақырында силикоздық түйіншектер қалыптасады. Дегенмен тек силикозға тән антиденелер әлі де табылған жоқ. Кварц шаңы алдымен өкпедегі макрофагтарды зақымдайды. Макрофагтардың цитоплазмасында сіңген кварц шаңы фаголизосоманың мембранасын бүлдіріп, ішіне кіріп, өткізгіштігін арттырады. Мембранасының өткізгіштігі артқандықтан фаголизосомадан цитоплазмаға гидролиздік ферменттер құйылып, макрофагтың өзін ертіп жойып жібереді. Бұл теория бойынша өлген конеофагтардың өнімінің әсерінен фибробласттар жанданып, силикоздық фиброз сол негізде өрістейді. Патологиялық анатомиясы. Әдетте кеңсіріктің, көмейдің, кеңірдектің шырышты және шырышашты қабаттары семіп шорланады. Кремний қос тотығы көбейіп, ол өкпенің құрғақ қалдығының құрамында қалыпты жағдайда 0,4-0,73% ғана болса, силикозда 4,7-12,35%-ға дейін жетеді. Склероз жайылғандықтан өкпе қатайып, ұлғаяды. Өкпелік силикоздың екі негізгі нысаны бар: түйіншекті және диффузды склерозды. Силикоздың түйіншекті нысаны мен сырқаттардың әкпесінде дөңгелек немесе сопақша пішінді немесе басқа бітімді түсі сұр немесе қара сұр көлемі тарыдай ғана немесе одан ірірек склероздық түйіншектер мен түйіндер пайда болады.
ауру ауыр ағымды болса, силикоздық түйіншектер бірігіп, ірі түйіндерге айналып, өкпе бөлімдерінің басым бөлігін тіпті олар түгел жайып кетеді. Өкпе силикозының бұл нысаны ісік тәрізді силикоз деп аталады. Аурудың түйіншектің нысаны құрамында еркін кремний қос-тотығы тым көп шаң ұзақ уақыт әсер еткенде дамиды. Асбестоз. Асбест шаңның ұзақ мерзімді әсерінен дамитын пневмокониоз. Ол ентікпе мен жөтел және өкпе жүрек қызметінің жеткіліксіздігі біртіндеп өршитін созылмалы ауру болып табылады. Асбест талшықты минерал, химиялық тұрғыдан сулы магний силикаты. Асбест талшықтарының ұзындығы 2-5 микрометр, кейде тіпті 125-150-ге дейін барады. Жуандығы 10-60 микрометр. Асбест өндірісте кең қолданыс тауып жүр. Патологиялық анатомиясы. Кеңірдектің бифуркациясымен өкпенің түбіріндегі лимфалық түйіндердің шаң көп жиналады. Олар ұлғайыңқырап қатаяды. Редикулоэндотелийлік жасушалар көбейіп, ошақ немесе диффузды склероз өрістейді. Бірақ түйіншектер болмайды. Асбестпен жұмыс істегендердің саусақтары мен байқайларында алақаны мен табанында гиперкератоз және акантоз дамып, асбестілік сүйелдер қалыптасады. Сүйелдің жерінде асбесттің талшықты кристалдары, ал эпидермистің тікенекті және төменгі қабатында бөліну шүйкесі бар жасушалар мен бөгде денелі ядралы алып жасушалары болады. Асбестозбен сырқаттардың көлеміне көбінесе пневмония немесе эмфиземаның туберкулездің салдарынан дамыған өкпе жүрек қызметінің жеткіліксіздігі себеп болады. Асбестозға туберкулез қосарланса, асбест туберкулез деп аталады. Асбестоздан өлгендердің біразынан мезотелиома мен өкпе карциномасы анықталады. Мұнда асбестозның гистологиялық, рентгенологиялық, компьютерлі томографты және патанатомиялық көріністері көрсетілген. Сидероз. Гематит қызыл түсті темір кені темірдің табиғи тотығы. Өндіретін кеншілерді металл бұйымдарын жылтыратып өңдейтіндерді, құю цехының шегір жасайтын өндірісінің жұмыскерлерінде және электр дәнекерлеушілерді кездесетін пневмокониясы. Патогенезі. Бұрын өкпеде фиброз кремний қос тотығының әсерінен ғана дамыды, ал темірдің әсері мүлде жоқ дейтін пікірде болған. Ол кезде бұл ауру силикосидероз деп аталатын. Қазір темір шаңның әсерінен де өкпеде фиброз өрістейтін анықталып, бұл пікір бекер деп танылды. Бірақ бұл фиброз силикоз бен силикатоздағыдан баяулау. Сондықтан өкпедегі үдерістердің даму барысы да қатерсіз. Темір шаңның уыттық әсері жоқ. Оның үстіне макрофагтар темірді сіңіріп, бронхлар арқылы үнемі сыртқа шығарып отырады. Осы себептерден сидероз кезіндегі пневмосклероздің ауымы қатерлі бола алмайды. Патологиялық анатомиясына тоқталатын болсақ, сидероздың қызыл және қара нысандары бар. Қызыл сидероз темір тотықтық шаңнан дамиды, өкпе ұлғайып, түсі сарғыш қоңырлау қызғылт болады. Қара сидероз құрамына темірдің шала тотығы немесе темірдің көміртегі қышқылды және фосфор қышқылды қоспалары араласқан шаңнан туындайды. Өкпенің тіні антракоздағыдай қарайып кетеді. Микроскоппен зерттегенде өкпенің аралық тінін шамалы склероз шарпып, субмиллиарлық және миллиарлық түйіншектер түзілгенін көреміз. Түйіншектерде темір шаңның сіңірген шаңды жасушалар көп болады. Шаңды жасушалардың арасында бірлі-жарым коллаген талшықтары ұшырасады. Лимфалық түйіндерге де шаң жиналып, диффузды склероз едәуір өрістейді. Өкпе бериллиозы. Бериллий металы мен бериллий тотығы және бериллий фториді сияқты бериллийдің басқа да қоспаларының шаңмен буының әсерінен дамитын пневмокониоз. Бериллий мен оның қоспалары өте уытты болып табылады. Бериллиоз бен бериллий кенінің немесе оның балқыған қоспаларының әсерінен бериллий өндірісіндегі жұмысшылар жиі ауырады. Бериллий, магний, мыс, алюминий ерітінділерінің қоспалары үйкелістен от ұшқындатпайтын әрі өте берік тетіктерді өндіру үшін қажет. Сондықтан бериллий аспап жасау және авиациялық техника өндірісінде кең қолданылады. Бериллий альфа бөлшектері мен гамма сәулесінің әсерінен нейтрондармен бөлетіндіктен нейтрондар көзі ретінде де қолданыс табады. Патогенезі. Бериллийдің әсерінен организмде зат алмасу үдерісі бұзылып, аутоиммундық үдерістер өрістейді. Бұл аурудың негізгі патогенетик механизмдерінің бірі сенсибилизация. Өйткені бериллий қоспаларының гаптандық қасиеті бар. Сондықтан организм сенсибилизацияланып, бериллиозбен сырқаттардың мүшелерінің гранулемалар қалыптасады. Осы пневмокониоздардың жалпы емі негізі осы шаңмен контакты аластыру, яғни жұмысын ауыстыру. Бронходилататорлар береміз, муколитиктер,
оттегі терапиясы, тыныс гимнастикасы, витаминный терапия.